Саламатсыздар ма, құрметті менің оқырмандарым. Бүгін мінекей сіздерге замок салуды көрсететін боламын. Мына кешегі тігіп болған көрпешем. Енді осыған астарына мынандай велюрдан қырқып дайындадым. Өлшеп қырқып алдым. Енді осыны екіге бөлдім. Ұзындығы 2-де 20 болды. Көрпешенің ені 80 см болды. Мына жартысы мынау. Осыны енді 60 см-ден бөліп алдым. Бір жағын мынау 60 см. Бер жағы. Қырқып алдым. Енді осы екеуіне замок салып көрсететін боламын қазір сіздерге. Мына қара қол өзі сондай дублерім бар еді, қалған. Өткенде құраққа соны астына жапсырған болатын. Флизелиннің орнына соғой қалған. Енді осы 60 см қырқып алған жерден 5 см ішке қарай қайырамыз. Ішке қарай қайырып аламын. Барлығын өлшеп алайын. Бес сантиметр ішке қарай қайырып алдық. Теріс жағына қарай. Бұл жаңағы замогымызды жабатын конфетка дейміз ба, конверт дейміз ба, солай аталады. Мінекей мен қазір замогымды қойып көрсететін боламын. Қалай тігу керек екен. Мынау аяқ жағын сыртына жібереміз. Мынаны аяқ жағын шығарып қоямыз сыртына қарай. Мына шетіне жетпейді, себебі ана шығарғаннан кейін негізі 80 см деп береді, бірақ 80 см-ге жетпейді. Қазір енді бұны мынандай қылып ашып аласыздар. Ашып алып замоктың оң бетін төмен қаратасыздар. Сосын тігіс жүргізіп өтеміз мына жерден.
оң бетін төмен қарап жатқыздық. Өзімізге теріс беті қарап тұр замоктың. Енді осы жерден тігіс жүргізіп өтеміз. Орнынан жылжып кетпес үшін мынандай түйрегішпен түйреп тігуге дайындап аламын. Мына вилер матасын білесіздер. Өзі сырғанақ келеді. Бұны қолмен бүйтіп отырып тігу мүмкін емес. Сол үшін мынандай түйрегішпен түйреп дайындап алыңыздар тігуге. Тігу барысында шетінен түйрегішті алып тастап отырамыз. Енді осы жердің бәріне тігіс жүргізіп өтемін қазір. Ұзына бойына. Өзі специально осы машинкаларда замок тігетін не болады? Бір ножкалы лапка болады. Соны пайдалансаңыздар, тігуге жеңіл болады. Мінекей қазір мен мынаның біреуін тігіп алдым. Мінекей. Енді сәл деформация болады тігіс кезінде. Оны кейін үтіктеп келтіре береміз. Мынаны шығарып тастадым. Енді мынаның аяқ жағын шығарып, мына екінші бетіне, екінші ұзын жағына мынаны тігіп алдым. Жаңа сіздерге көрсеткен бойынша. Осы 5 сантиметрден айнымайсыздар. Мынау қайырлаған жер 5 сантиметр болып тұру керек. Мынау шығып тұрады мына сияқты. Кейін қырқып алып тастай саламыз оны. Енді мына кейін екінші ұзын жағымыз астарлықтың. Енді оны да мынандай аяқ жағын шетіне шығарамыз. Оранамен өлшеп. Бірдей қылып екеуін бірдей қылып өлшеп шығарасыздар. Бұның да мінекей оң бетін төмен қаратасыздар, астына қаратасыздар. Оң бетін астына қаратасыздар. Көрдіңіздер ма? Міне өлшеген кезде мына екеуі бірдей тұру керек мінекей. Бұл себебі анау замоктың келіп тірелетін жері. Бұны да төмен қарат тастайсыздар. Бұл ұзындығы жағынан алған астарлықты әшейін бір замоктың бойымен ғана бүктесеңіздер болады. Сөйтіп бұны да мінекей тігіп алдым. Міне екеуін біріктіргенде мынадай болып шықты. Енді қазір ана астын бәрін өтіктей жіберемін. Вейлор матасының тігілуі қиындау болғаннан кейін, оның жаңа түйрегішпен түйреуді ұмытпаңыздар, екі жағына да. Мінекей біріктірдім, замокты қостым. Енді мына ұқсап, мінекей ашасыздар, жабуға да болады мінекей. Осыны ұмытпаңыздар. Енді мына үстінде конверті жабылады.
сосын бұның екі шетіне мынандай қылып тігіс жүргіземіз тура көлденеңнен. Мына жағынан да мінекей тігіс жүргіземіз. Ана замоктың артық жері қырқылып тасталынады ол. Сонда мынау конверткаларыңыз жақсылап мықтап жабылады. Жасырын замокта, жасырын. Потайный замок дейміз ғой. Вот сондай істеу үшін осындай бетіне осындай конверткамен жабамыз. Мінекей ұзына бойына